Настройки деп тұрады, соған кіреміз. Осы жерде общий сол күйі қалады. Біз канал бөлімшесіне кіреміз. Основная информацияда бүкіл ключевые словалар. Сәлем барлықтарыңызға, қош келдіңіздер менің каналыма. Бүгін мен сіздерге толық YouTube туралы тегін видео курс жүргізетін боламын осы видеода. Осы курста не үйренесіздер? Жалпы YouTube туралы мағлұмат. YouTube бізге қалай ақша төлейді, қалай ақша табамыз, не үшін әлеуметтік, не үшін именно қазір осы YouTube каналын ашуымыз керек, және де американский YouTube деп жатады. Сіздерде де сол сұрақ болған шығар. Американский, не айырмашылығы бар деген сияқты. Сол сұраққа жауап табасыздар бүгін. Және де ең маңыздысы YouTube каналды қалай ашамыз. Қадам-қадам мен сіздерге көрсететін боламын. Және ең соңында мен сіздерге қазір көбісінің сұранысы бойынша, көп адамдардың сұранысы бойынша түрсіз, дауыссыз, яғни бет әлпетімізді көрсетпей, дауысымызды шығармай қалай видео жасасақ болады деген сұраққа жауап ретінде толық схема дайындап қойдым. Соны да көрсететін боламын. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал кеттік. Енді қараңыздар. YouTube не үшін қазіргі заманда біз именно YouTube каналын ашуымыз керек? Не үшін бізде YouTube болу керек? Бірнеше плюстары бар негізінде YouTube'ның. Қараңыздар. Instagram, TikTok болсын. YouTube'да сіздер бір видео салсаңыздар, бір видео саласыздар, екі видео саласыздар, бір видеоларыңыз атады, бір видеоларыңыз атпайды. Бірақ соңында не тұр? Соңында бір нәтиже. Яғни сіз соңында 5 жылдан кейін болсын, 10 жылдан кейін болсын, ақша таба аласыз. Яғни нәтижесі монетизацияға қосылып, ақша табу мүмкіндігі бар, нәтижесі бар. Ал Инстаграмда ондай нәтиже жоқ. Яғни сіз Инстаграмда да видеоларыңыз бірде атады, бірде атпайды. Бірде құлшыныс, мотивация, бір құлшыныспен жасап жүресіздер, жақсы просмотрлар, жақсы подписчиктар болып жатады. Бір кездері құлшыныс төмендеп қалып, мотивация жоқ болып қалып, салмай кетсеңіздер, Инстаграмыңыз тоқтап қалады. Бір көтеріліп, бір түсіп, деңгеймен жасай берсеңіздер, ешқандай нәтиже көрмейсіздер. Яғни монетизация деген нәрсе жоқ басқа әлеуметтік желілерде. Және де YouTube'да несі, бір видео салсаңыз, оның көрсеткіші бесконечно. Яғни қараңыздар, Instagram, TikTok'та сіз бір видео салдыңыз, ең максимум ол 3 күнге жетуі мүмкін. Яғни 3 күннің ішінде сіз подписчик жинайсыз, просмотр жинайсыз. Бірақ 3 күннен кейін болды. 3 күннен кейін ол просмотрыңыздан, подписчигіңізді тоқтап қалады. Трендіңіз де тоқтап қалады. Ал YouTube'да олай емес. YouTube'да бесконечно, шексіз. Яғни сіз 5 жыл бұрынғы, 10 жыл бұрынғы, 20 жыл бұрынғы видеолар әлі күнге дейін просмотр жинайды. Яғни сіз 20 жыл бұрын видео салып тастасаңыз да, 20 жылдан кейін сіз монетизация қосылып, ойламаған жерден ақша табуыңыз мүмкін. Сол үшін де YouTube'ды дәл қазір бастаңыз. YouTube бізге қалай, не үшін ақша береді? Видеоны қараған кезде YouTube'да біз реклама көреміз, әр каналдың видеосына реклама шығады. И сол әр канал сол видеодан ақша табады. Яғни сол рекламадан, әр канал рекламадан ақша табады. Ол реклама 2-3 секунд, 2-3 секунд, әр рекламадан $1-2 минимум, $1-2 минимум түсіп отырады. Ал ең көп ақша табатын нишалар да бар. Олар $7-8 дейін. Сол 2-3 секундтық реклама үшін $7-8 дейін ақша табады. Яғни, представляете, қаншама адам қарайды ол видеоны, и соншама адамға ол реклама шығады, и соншама ақша түсіп отырады. Вы представляете? Сол үшін де қазір YouTube бастаған адамдардың барлығы миллиондап ақша тауып көтеріліп кетіп жатыр.
біз сол реклама бойынша ақша табамыз. Түсінікті, иә? Енді қараңыздар, американский ютуб пен біздің казахский, русский ютубтың не айырмашылығы бар? Осы жерде осы екі нәрсе связаны, қараңыздар. Осы реклама мен американский ютубты связать етейін деп тұрмын қазір сіздерге. Не қараңыздар, американский ютубта сіздің видеоңыз ағылшынша болу керек. Иә? Ағылшын тілінде болса, болды. Ағылшын жазу болса, болды. Сіздікі американский ютуб болып саналады. Яғни сіздің аудиторияңызды англоговорящий адамдар көреді. Америка ғана емес, сізді Индияда көреді, Пакистанда көреді, Канадада көреді, Малайзияда, Китайда, Кореяда барлығы көреді. Яғни сіздің видеоңыз ағылшын тілінде болатын болса. Неге америкалық видеолар көбірек ақша табады дейді? Себебі Америкада компаниялар көп. Сол үшін. Яғни Америкада реклама беретін компаниялар да, адамдар да сондайлар көп болғаннан кейін, рекламодательдер көп болғаннан кейін, олар көбірек ақша табады, және де көретін аудитория, англоязычный аудитория да көп болғаннан кейін, қаралым да көп жинайды. Түсіндіре алдым ба? Яғни, сіз егер видеоңыз ағылшынша болатын болса, сізде көбірек ақша табу мүмкіндігі бар. Сол үшін. Түсіндіре алдым ба? Егер сіздер қазақша, орысша ашатын болсаңыздар, тоже ол аудиторияға байланысты. Яғни русскоговорящий аудиторияларыңыз көп болып, тоже орысшадан көбірек ақша тапса болады. Қазақша аудитория бізде азырақ, сол үшін қазақша аудиторияда қазақша сөйлейтін адамдар аз ғой. Сол үшін оның көретін адамдар да аз болады, рекламодательдері де аз болады. Түсінікті ғой? Айырмашылық осы ғана. Енді YouTube каналын қалай ашамыз? YouTube каналын қалай ашамыз? Оны мен мына жерде көрсетіп кеттім. Мұқият қарап алыңыздар. Бірінші бізге Google аккаунт қажет. YouTube канал ашу үшін ең бірінші бізге Gmail почтасы қажет болады. Төбесіндегі создать аккаунт батырмасын басамыз. Почтамызды ашамыз. Атымызды, фамилиямызды жазамыз. Далее дейміз. Туған күндерімізді жазамыз. Далее дейміз. Солай создать аккаунт дейміз. Яғни бұл жерде еш нәрсе қиын емес. Далее деп жүре береміз. Қадам-қадаммен. Осылай біздің Gmail аккаунтымыз, почтамыз ашылады. Кейін осы почтамыз арқылы біз YouTube каналына кіреміз. Төбесінде батырма тұрады. Кружокта, көріп тұрсыздар ме? А деген. Сол кружокты басамыз. Басқан кезде сменить аккаунт деп тұрады. Осыны басқан кезде нет канала. Көрдіңіздер ме? Посмотреть все каналы батырмасын басамыз. Создать каналы дейміз де, осылай біз аты жөнімізді, каналыңыз қалай аталады, соның барлығын жаза бересіз. Оны кейін өзгертсеңіз болады. Сол үшін еш уайымдамаңыз. Жаза беріңіз. YouTube канал ашқанда жасалу керек ең маңызды 4 қадамды сіздерге айтып кететін боламын. Каналымызды ашамыз, настроить вид канала. Батырманы басып ішке кіреміз. Осы жақта бүкіл өзгерістерді енгіземіз. Аты жөнімізді, суретімізді, фотомызды, ссылкамызды керек болса барлығын осында жасаймыз. Және сол жақ бетіндегі ең соңындағы төменде настройки деп тұрады, соған кіреміз. Осы жерде общий солге қалады. Біз канал бөлімшесіне кіреміз. Основная информацияда бүкіл ключевые словаларды өшіріп тастаймыз, потому что бұл жақтағы ключевой сөздер біздің тақырыбымызды, біздің видеомызды сужать етіп тастайды. Яғни біз негізінде ауқымды өте үлкен мөлшерде обширно алуымыз керек. Яғни, например, біз егер әйел, бала тәрбиесі, тамақ, тағам деп жазатын болсақ, яғни тек қана сол тағамды іздеген адамдарға ғана көрсететін болады, немесе бала тәрбиесіндегі іздеген адамдарға ғана көрсететін болады. Яғни обширно алмайды біздің темамызды. Ал біздің темамыз бүкіл адамға, ұлы болсын, қызы болсын, кәрісі болсын, жасы болсын, барлығына көрсетуіміз үшін біз осылай ключевой словаларды алып тастаймыз.
Тағы да айта кететін жайт, біздің местоположениеміз енді еш нәрсеге әсер етпейді. Яғни біз ана жақта Америка таңдасақ та, Россия, Қазақстан, Индия таңдасақ та, ең бастысы біздің видеомызға қарайды. Яғни YouTube қазір жасанды интеллект дамығаннан кейін YouTube уже неге қарайтын болған, онда местоположениеға емес, именно сізді көретін адамдар қандай тілде, сіздің видеоңызды қандай тілде істеп жатыр, сол тілге байланысты ғана видеоларды шығара береді. Яғни оның местоположениесіне қарамайды, тек видеоның тіліне ғана қарайды. Ары қарай расширенные настройкаға кіреміз. Нет, мой канал не для детей дегенді таңдаймыз. Яғни, егер сіздің каналыңыз балаларға арналған канал болса да, нет, не для детей дегенді таңдаймыз. Себебі сіздің видеоңыз автоматически YouTube Kidsқа кетіп қалуы мүмкін, немесе для детей болып таңдалғаннан кейін тек қана балаларға көрсете беру мүмкін. Яғни, біз опять-таки темамызды сужать етіп тастаймыз, тек қана балалар көретін қылып. Ары қарай еш нәрсе өзгертпейміз, доступность функцияға кіреміз, телефонымызды тіркейміз, актив номерді тіркейміз, видео верификациямызды өтеміз. Келесі загрузка видеоға кіріп, расширенные настройкаға кіреміз. Осы жерде ең маңыздысы категорияны таңдаймыз. Яғни категорияда біз развлеченияны таңдаймыз. Даже если сіздің каналыңыз для детей болсын, образовательный болсын, тамақ туралы болсын, для женщин болсын, біз развлеченияны таңдаймыз. Не үшін? Себебі YouTube сам по себе для развлекательный контент. Яғни 80-90% адамдар көретін адамдар, потребительдер. Яғни түсінікті ғой. Сол үшін для развлечений дегенді таңдаймыз, чтобы біздің жасымызда, кәрімізде, ұлымызда, қызымызда барлығына ауқымды түрде біздің видеомыз жететіндей. Сохранить дейміз. Келесі біз енді видеоның описаниясын, заголовкасына өтеміз. Видеомыздың тақырыбын өте дұрыс қоюымыз керек. Қараңыздар, бұл YouTube'да, Instagram, TikTok сияқты біз бала тәрбиелеудегі жасап жатқан қатең, немесе балық пісірудегі топ 3 әдіс деген сияқты сөздер жазбаймыз. Себебі адам YouTube'ға кірген кезде ол сұрақ қою арқылы жазады. Мен духовкада балықты қалай пісіремін деген сияқты, немесе баламды қалай тәрбиелеймін деген сияқты. Яғни қалай, қашан деген сұрақтарды қою арқылы іздейді. Сол үшін біздің тақырыбымыз да видеомызға байланысты сұрақ қою тақырыбы болу керек. Яғни сұрақ қою арқылы тақырып жазуымыз керек. Тақырыпты описанияға копировать вставить етіңіздер, ол да көмектеседі. Ары қарай тағы да керекті нәрселер болса толықтырып жазсаңыздар болады. Хэштег, ключевой словаларды қоймасаңыздар да болады. Алдында айтып кеткендегідей, қазір жасанды интеллект барлығын уже видеоға қарай, ішіндегі болып жатқан тіліне қарай, сол арқылы ғана жасайтын болған. Яғни біздің хэштег, ключевой словаларымыз уже не істейді, сужать етеді біздің видеомыздың темасын. YouTube канал ашқаннан кейін мен кешіріңіздер, мен осылай баламмен отырып қалдым. YouTube канал ашқаннан кейін творческая студия деген приложение закачать етіп аласыздар App Store'дан. Сол приложениеда, яғни сіз бүкіл аналитика, қанша просмотр, қанша подписчик, қандай аудитория видеоларыңызды қарап жатыр, барлығы көрсетілетін болады. Монетизацияны сол жақтан қосамыз. Мен ең маңызды мәселе айтып кетпекпін ғой сіздерге. Монетизацияны қосу үшін 1000 подписчик 4000 сағат просмотр жинауларыңыз қажет. Оны енді барлығы білетін шығар деп кажется, мен айтпадым, бірақ тағы да қайталап кетейін. 1000 подписчик 4000 просмотр бір жылда жинауларыңыз керек. Яғни 365 күнде 4000 просмотр сағат жинауларыңыз керек. Бірақ егер 4000 просмотрға жетпей қалатын болатын болса, келесі 365 күннен кейін қайтадан бастайсыздар 4000 просмотрды. Сол үшін сіздерге бір жылдың ішінде тынбай жұмыс істеу керек, чтобы монетизацияға қосылып алу үшін. А то 2000-3000 просмотр сағат жинап алған келесіде 365 күндеріңіз бітіп қалса, өте өкінішті болады. И өздеріңізден де уже желанияларыңыз қайтып кетеді. Сол үшін бір жылда тынбай әрекет етуді мақсат етіңіздер. Осымен YouTube канал аштық, YouTube'ды түсіндік, қалай не, американский YouTube'дың да айырмашылығын түсіндірдім. Енді ең соңғысы барлығының, көп
адамдардың сұранысы, түрімізсіз, даусымызсыз видео жазсақ болады ма дейді, иә. Мен қазір сіздерге соның схемасын толық көрсетемін. Кез келген нишада қолдана аласыздар. Психология болсын, бала болсын, там жеміс-жидек, пайдалы контент, денсаулық туралы, елдер туралы, жануарлар туралы кез келген нишада қолданса болады. Ол жақта түріңіз де, даусыңыз да керек етпейді, тек қана ChatGPT болса болды. Қазір көрсететін схеманы кез келген нишаға қолданса болады. Бірінші тақырыпты мен балаларға арналған контент ретінде алдым. ChatGPT сияқты Gemini деген платформа бар, мен соны қолданамын. Сіздер ChatGPT-ді де қолдансаңыздар болады. Контент балаларға арнап, осы жануарлар, өсімдіктер, космос, вообще әлем туралы түсіндіру, қызықты фактілерді айту. Мен Gemini'ге менің запросым қандай, соны толық жаздым. YouTube'қа арналған, балалар контентіне арналған, балалардың тілімен жаз, түсінікті болсын, қызықты болсын деген сияқты. И бірінші тақырып, например, дельфиндерді алдым. Ол маған дельфиндер туралы толық ақпаратты береді. 5 қызықты факты. Google'да Pexels деген приложенияға кіреміз. Бұл приложенияда фото-видеоны толығымен бесплатно скачать ете аласыздар. И осы жерге видео таңдаймыз, дельфин деп жазамыз. И неше түрлі видеолар шығады. Күшті качествода. Осыны біз жүктеп аламыз. Бұл платформада кез келген видеоларды аласыздар. Мысалға, адам артпен келе жатыр, артқа қарап тұр, жерде отыр, балалар ойнап жүр, балалар жылап жатыр, бала жалғыз өзі үйде қалып қалды деген сияқты неше түрлі солай тақырыпты темаларды жазсаңыздар болады. Фото-видеолар шығады. Мынау бағанағы біздің дельфиндер туралы ақпаратымыз Gemini берген. Көрдіңіздер ме, сәлеметсіздер ме балалар деп, кәдімгідей YouTube'қа сөйлеп жатқан сияқты бүкіл информацияны береді. Мәтінді жүктеп аламыз да Telegram-ботқа барамыз. Мәтінді сөйлеуге түрлендіру деген Telegram-бот бар. Бұл Telegram-бот именно қазақша запись жасады. Ұлдың дауысы бар, қыздың дауысы бар. Соны тыңдайсыздар и бағанағы мәтінімізді вставить дейміз. Сразу бізге голосовой запись шығарып береді. Записімізді выбрать деп, сразу капкетке апарамыз бағанағы дельфиндердің видеосына. Ал енді тыңдаңыздар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз су асты әлемінің ең танымал және ақылды жануарлары дельфиндер туралы қызықты мәліметтермен бөлісеміз. Олар туралы не білеміз? Көрдіңіз ба? Толықтай біз еще бесплатно жасадық бұның барлығын. Не түріңіз керек емес, не даусыңыз керек емес. Сонымен достар, барлығы түсінікті болды деп ойлаймын, үміттенемін. Парақшаға жазылып кетіңіздер, комментарияға сұрақтарыңыз болса жазыңыздар, міндетті түрде жауап беремін. Мен жалпы барлығын тегін бөлісетін адаммын, бірақ бір нәрсе түсінбей жатырмын, маған бір консультация керек десеңіздер, оны да жүргіземін. Консультация, бірақ барынша осы видеодан анықтап, тиянақты, ұқыпты қарасаңыздар, барлығы түсінікті деп ойлаймын. Ал енді іске сәт сіздерге.